Сәлем қыздар, біз бұл жерде турецкий миди баклава дайындаймыз. Ол үшін еріген сары май 82%, жылы су, 20% қаймақ. Бір жұмыртқа салып, жақсылап араластырып алып, оның үстінен алма уксусын құямыз. Бір ас қасық. Қопсытқышымызды салып, үстінен електен өткізіп, ұн саламыз. Ұнымыздың тығыздығына байланысты бірінші, екінші сорт деген сияқты қамырымыз жақсылап үйлеп аламыз. Жұмсақ қамыр үйлену керек, қолға жабыспайтын, әдемі, жайғанда да ыңғайлы болатын. Ең әдемі қамыр десе де болады. Осылай үйлеп алып, жақсылап 4 бөлікке бөліп, теңдей. Оның бетіне ылғалды шашық жауып қоямыз. Мата немесе дәке. Беті қаязып қалмауы үшін 30 минутқа тұндырып қоямыз. Сол аралықта біз қаймақ дайындаймыз. Ортасында қосатын начинкамыз. Салқын сүтіміздің үстіне манкамыз бен шекерімізді салып, баяу отта осылай тоқтамай араластырып пісіріп аламыз. Осындай пузырькі болғанда отты өшіріп, бөлек ыдысқа салып, салқындатып қоямыз. Қамырымызды жаямыз. Ол үшін бізге кукуруз крахмалы керек. Осылай бірінші басында қамырымызды күлшелеген кезде жақсылап сеуіп аламыз. Жұқарды дегенге таяп қалғанда, қамыр дайын болатын уақытта крахмал сеппейміз. Дәмі шығып қалады. Мінеки осылай жақсылап жайып аламыз. Жұқа, жыртылмайды, күшті қамыр пайда болады. Видеодағындай осылай істеп аламыз. Дайындап қойған грек жаңғағымызды салып, жаңағы қаймақтарымызды ортасына салып, осылай бүгеміз. Видеодағындай төңкеріп, аударып, әдемі дастарханға қойғанға әдемі көрінеді. Бетіне жағуға сары май және сұйық майымызды алып қайнатып аламыз. Видеода қайнағаны көрінбей қалыпты. Бетіне ақ көбігі шыққанша қайнатып аласыздар. Көбігін алып тастайсыздар. Содан осылай бетіне әдемілеп жағып шығамыз. Қалған майды түбіне құйып жібересіздер. Ақ көбігі қалып кетпесін. Егерде пахлаваның үстіне жағылып қалса, ол жері қара боп, күйе боп қалады. Мінеки, осылай пешке жібереміз. Сол аралықта біз сироп дайындаймыз. Сотейникке құм шекерімізбен суымызды құйып, бір қайнаған кезде бір тілім лимонымызды салып, бір 15-20 минут осылай қайнатып аласыздар. Қайнаған соң пештен шыққан паклаваға ыстықтай құясыздар. Әдемі құйып, бетіне грек жаңғағы немесе фисташка сеуіп, әрлеп осылай дастарханға ұсынсаңыздар болады. Өте дәмді, әрі тойымды турецкий миди баклава. Және де магазинге сатсаңыздар да болады. Стоимосты шығарып алып.